Елдің партиялық саяси даму тарихында алғашқы рет праймериз жалпы республикалық ішкі партиялық сайлау ауқымында өтуде. Өткен жылы партия төрағасы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев сенім, диалог, болашаққа деген сенім Нұр Отан партиясының 7 серпін атты жүйелі партияны қайта жүктеу бағдарламасын ұсынып, ол кандидаттарға жынысы мен жасына қарамастан іріктеу кезінде тең қолжетімділік және саясатта өзін іске асыру үшін бірдей мүмкіндіктер берді. Бұл қоғамның праймеризге деген қызығушылығын едәуір арттырды. Степногорск партиялықтарда партияшылық іріктеуге белсене қатысты. Көпшілік пікірсайыстар модераторы Нұр Отан партиясының Степногорск аумақтық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Зульфия Хабибуллинаның ақпараты бойынша праймериз өткізу қағидаларына сәйкес кандидаттар үгіт жұмысын 7 қыркүйектен бастап 7 қазанға дейін, оның ішінде жария пікірсайыстарды 14 қыркүйектен бастап 30 қыркүйекке дейін жүргізеді. Көпшілік пікірсайыстардың алдында Нұр Отан партиясы қалалық филиалының төрағасы Степногорск қаласының әкімі Еркебұлан Баяхметов сөз сөйлеп, қаланың әлеуметтік экономикалық дамуы, сондай-ақ өңірде мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асырылуы туралы баяндады. В 2020 году наше государство и партия Нур Отан разработали антикризисные меры. В связи с введением карантинных мер была оказана помощь 42 500 выплачено работникам, находящимся в вынужденных отпусках. 3002 человека из числа социально уязвимых слоев населения получили продуктово-бытовые наборы. Праймеризге дайындық барысында облыста 12 дауыс беру орны және дебат өткізу үшін 12 орын анықталды. Партияның аумақтық филиалы жанынан ұйымдастыру комитеті мен есеп комиссиясының құрамы тағайындалды. Степногорск партия мүшелері үшін 2 раундтан тұратын қоғамдық пікірталас Горняк мәдениет сарайының залында ұйымдастырылды. Пікірсайыстың бірінші раундында қатысушылар нақты елді мекендердің проблемаларын шешу туралы өз ойларын ортаға салып, сайлаушыларға бағдарламаларымен жүгінді. Екінші раундта сұрақ-жауап форматындағы пікірталас сессиясында үміткерлерге бүгінгі күні өзекті мәселелермен алмасу мүмкіндігі берілді. Оппоненттер өңірдің энергетикалық қауіпсіздігі мен энергия үнемдеу технологияларын дамыту, жылу мен электр энергиясын ұтымды пайдалану, жаңа технологияларды енгізу, қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарын ұстау және оларды қайта өңдеу проблемаларын, сондай-ақ денсаулық сақтау, халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдау және дені сау қазақстандық отбасыларды сақтау және құру проблемаларын талқылады. Әрі қарай залдағы көрермендерге және кездесудің онлайн қатысушыларына сұрақтар қою мүмкіндігі ұсынылды.